Біркер мектебі 2-ші сынып жаратылыстану пәнінен ашық сабақ. Тақырыбы денсаулықты қалай күту керек? Біз сабағымызды көңілді кубик әдісімен бастаймыз. Қазір әрқайсысы осы кубикті анализдеп алыстасыңдар. Сонда қай бет түседі, сондағы әрекетті жасайсыңдар. Мысалы, лақтырған кезде досыңмен бірге жүрек бейнесін салды. Яғни екеуінде бірге жүректі көрсетесіңдер. Кезек-кезекпен лақтырасыңдар. Бірінші асылған сен бастай ғой. Лақтырамыз. Не дейді? Амандас дейді. Нұрислам екеуміз тұрамыз. Тұрып амандасады. Билет. Нұрислам тұрып, өзіне ұнаған кез келген бір бекімін көрсетеді. Лақтырамыз. Ән айт дейді. Не дейді? Қара жорғаны көрсете ғой, өзіне қандай би білесің? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Керемет. Ал келесі топқа көшейік. Лақтырамыз. Досыңмен жүректі көрсеттік. Кәнекей? Абылайға қарап көрсетеміз. Керемет. Амандас дейді. Кәнекей Абубакырмен амандасамыз. Абубакыр, сен лақтыра қойшы. Қол шапалақта дейді. Бәріміз бірге істейік. 1, 2, 3. Не дейді? Шындақпен амандас. Екеуі шындақпен амандасыңдар бір-бірлеріне. Ау айта қойшы. Керемет. Не дейді? Амандас. Әдемі. Керемет. Қаласың. Сөмкені екі иыққа ауыр қылып салу керек па? Бір жағына ауыр, екінші жағына жеңіл болу керек па? Екі жағы тең болу керек па? Екі жағы тең. Неліктен? Бірге қойсақ, ол ауырады. Жаңа айтқанда омыртқамыз қисаюымыз мүмкін екен, иә? Дұрыс айтасыңдар. Ал енді осы дене сымбатын сақтаудың ережелерін үйде жазып келуге берілген болатын, иә? Кәнекей, кім оқиды өзінің? Қандай ережелерді білесіңдер? Тік отыру. Қанықты зүр сау. Тұрып айтамыз, иә? Расын сен айта ғой. Қандай ережелерді біліп келді екеніміз кім жасау? Дұрыс тамақтану. Тік отыру. Сосын. Белсенділік, иә? Айта сен де. Тік отыру, қанықты ұстау, және физикалық Белсенділік. Суды қанша мөлшерде ішу керек екен? Айша айта ғой. Дұрыс киіну. Керемет. Күнде 10-15 минут дене шынықтыру жасау. Жақсы. Тағы да кім қосады? Асылхан, сен не айтасың? Денем түзу болып, әдемі болып өсу үшін не істеуіміз керек екен? Омыртқаны түзу ұстау, омыртқаны түзу ұстау. Партада қалай отыру керек екен? Тік отыру керек екен ме? Қисайып отыру керек екен? Тік отыру. Кеше тәжірибе жасадық, иә? Абылай мен Амина екі түрлі отырды, иә? Біреуі түзу отырды, біреуі қисық отырды. Қайсысында тыныс алу бізге жеңіл болды? Аминада, иә? Яғни қандай түзу отыратын болса, тыныс алуымызда жеңіл болады екен, иә? Ауа бізден естімейді, қысылмай өтеді екен. Ал енді өздеріне мұнда сендерде аяқ іздері, табан іздері тұр. Осындай тақырыпқа байланысты бірнеше сұрақтар бар. Өткен тақырыпқа да сол тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап бересіңдер.
Al ketdik. Amina kela qo'ychi, so'roqqa javob bera qo'y. Mana shu yerdan birini tanglaymiz. So'g'an javob beramiz. Ашамыз. Niyat tur. Qanqa suyakda o'sadi? Aha, qanqa suyaklarimiz o'sadimi bizning? Buyurun. Qanqa suyaklari o'sadi? Aha, o'tira qo'y. Aslihan sen kela qo'y. Mаған javob bera qo'y. Buyuk yer көмегімен biz ne isteymiz? Бұлшықеттің көмегімен біз не істейді екен? Жүреміз. Аха, сосын жүреміз, отырамыз, яғни айтқанда қозғалады екенбіз, иә? Жарайсың. Бекзат келе ғой. Денеңді не ұстап тұрады? Біздің денемізді не ұстап тұрады? Сүйек. Сүйектерімізді ұстап тұрады екен, иә? Сүйектер қандай болады? Қатты. Аха. Ақ. Яғни тірек қызметін атқарады екен, иә, біздегі, иә? Өте керемет, Бекзат, жарайсың, отыра ғой. Ал енді бізде Абылай келе ғой. Дене сымбаты дегеніміз не? Жұмыртқаның тұзы ұстап. Қанда біздің денеміз қалай отырсақ, сол күйінде қалыптасады екен, иә? Түзу отырсақ, түзу болып қалыптасады. Ал қисық отырсақ, қисық болып өсіп кетуі мүмкін екен, иә? Жақсы. Асап тұрайыз. Ал енді айтыңдаршы, мынау жеген қай уақытта пайда болады? Неліктен қандай тағамдарды жеген кезде пайда болады? Тәтті тағамдар, бірде зиянды тағамдар, иә? Сондықтан да қазір біз сіздермен пайдалы және де зиянды тағамдарға байланысты ой ойнайтын боламыз. Айша бізден қазір мына екі қатарды толтырып шығады, иә? Одан кейін Амина мына астында қатар толтырады, ал зиянды тағамдарды көрсе, Нұрислам толтырады, Адия толтырады. Пайдалы заттарды белгілейміз бұнда. Бірінші болып мынадан бастайық. Аха, біріншісі бізде не екен? Сөз, иә? Аха, тағын. Пайдалы тамаққа не жатыр? Ет. Мал. Айтпаймыз, Нұрислам. Жақсы. Сосын тексереміз, нешеуін дұрыс орындаған екенбіз. Мал. Жақсы, отыра ғой. Қазір Айша көрсетті, тартап өзіңнің қасиетіңді көретін боласың. Ал сосын екіншісіне келе қойған таңдайсың. Амина деді, сен зиян тамаққа башасың. Пайдалы заттарды арға толтырамыз. Күзетеміз. Тағы не жатады? Иә, 3 қат
Bravo. Qaysi tekshiryapmiz ya? Aytaylik yo'q, ajoyib. Hali o'tirishimiz ham aytga o'rnidan nosib turib bo'ladi. Если qaytaga bo'ladi. Бежонда. Al endi renish keyin nima qiladi? Renjib turib aytamiz barmi bizga? Al qayerga qaytamiz? Ya, ketib boradi ekan ya. Usta, to'g'ri siz uyga aytib ta'tilmizga. Al endi qo'balg'ib turib, aslig'i sayt kim bor bizda? Qo'balg'ib. Ashu qilib ko'ngil emotiyani ko'rmay aytadi. Bizat aytamiz. Bizat nima? Emotiyani ko'rsatadi. Qo'balg'iblarni? Mana anda usta gitmasdan Anlar qishqa yeysin, aziqlarin tayinlaydi. Endi o'zi emotsiya meni. Shlab turib aytgan Aytamiz. aytaman. Avval Unda usta yeysin, aziqlardan tayinlaydi. voy kelinimiz. Kun sovuqda bastaydi. Kun suvda bastaydi. O'zi kim aytadi? Kun suvda bastaydi. Jay, ko'rmishmi? Jay, nima aytasiz? Aslında. Ya, sırlab aytadi. Aha. Tag'in qanday emotsiya aytaman bor. Kun suvda bastaydi deganda. Aytaman. Kumsuzda bastaydi. Aha. O'tib keling. Marhaba. Benim ismim Sandra. Apa Sandra? Yes, papai. Aslında 12 test bardakla cemaat kattı. Men kunde yedirak tushundim va. Aha, keremet. Ayda kuchli qilib yozibdi ya. Shumsoq qo'lda shirkini tanlaymiz. Qattiq odam tisovurmurli, және қызу не қанталай бастайды.